мен едім, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім, қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім. Өздеріңдей хандардың, қарны жуан билердің, атандай даусын ақыртып, лауазымын көкке шақыртып, басын кессем деп едім. Елдің бойы ен тоғай, ел қондырсам деп едім, жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Еңсесі биік ақ орда еріксіз кірсем деп едім, керегесін қиратып отын етсем деп едім. Туырлығын кескілеп, тоқым етсем деп едім. Махамбет 1803 жылы Нарын құмында Жас құс деген жерде туған. Шыққан тегі Байұлы ішіндегі Беріш руынан. Ел ішінде ол жеті баулы Беріш деп аталады. Әкесі өтеміз Құлманиязұлы ауқатты, сол кездегі елге беделді билердің бірі болған. Махамбет оның Қосуан есімді екінші әйелінен туған. Онымен бірге бір анадан Бекмұхамбет, Қожахмет, Ыбырайым, Әйіп, Хасен туады. Ал Тоқтамыс, Исмайыл, Досмайыл, Сүлеймен өтеміздің бірінші әйелінен туған балалары. Махамбеттің өз өлеңінде өтемістен туған 10 едік, онымыз атқа мінгенде жер қайысқан қол едік дейтіні осыдан. Ол тумысынан палуан, мерген, жыршы, от ауызды, орақ тілді болып өседі. Махамбет мұсылманша да, орысша да хат таныған. Бұл оның ерте есейіп, ой өрісінің қалыптасуына себепші болады. Еділ мен Жайық арасында, Қиғаш пен Сарыөзен суларының бойында ертеде өткен Қамбар, Тарғын сияқты батырлардың ерлігі, одан бергі Сыпыра жырау, Асанқайғы, Қазтуған, Шалғиыз, Жембет, Доспанбет секілді жыраулардың жырлары Махамбетке үлкен әсер етеді. Ол солардан жақсы тағылым алып өскен. Махамбет бастапқы кезде өзінен бұрынғы ақын жыраулардың жырларын жырлап, сонымен көзге түссе, кейін өзі де жыр толғаулар шығару дәрежесіне жетеді. Ақын ер жете келе, елдегі әлеуметтік өмірге араласпай тұра алмайды. Әкесі өтеміз Орынборда дұшпандықпен өлтірілгеннен кейін, Махамбеттің аз уақыт оның орнына старшын болатындығы да сондықтан. 1829 жылы Махамбет Жайық өзенінен жасырын өтем дегенде қолға түсіп, 1 жылдан астам уақыт Калмыков абақтысында қамауда тұрады.